Қайырлы күн баршаңызға. Менің есімім Меруерт болады. Менің тегін сабағыма қош келдіңіздер. Дәл қазір біз сіздермен бірге осындай букетті жасап үйренетін боламыз. Бұл букеттің шығыны өте аз, бірақ пайдасы өте жақсы. Осы букеттің жасалу жолын, қаншама шығын кетеді, қалай жасау керек, техникаларын барлығын сіздерге үйрететін боламын сабақта. Және де бізге қалатын пайдасы, табысы, оның барлығын айтатын боламын. Тек қана видеоны көріп қана қоймай, міндетті түрде қайталаңыздар, жасаңыздар, табысты болыңыздар, сатыңыздар. Және де жасалған букетті мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Сіздерге пайдалы болғаныма өте қуаныштымын. Табысты болыңыздар, барлықтарыңызға сәттілік. Ал кеттік, видеоны көрейік. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен мынандай конфеттен букет жасайтын боламыз. Кез келген дүкеннен табуға болады. Дәл осындай конфет болмаса да, осыған ұқсас конфеттер жарай береді. Ең алдымен ол конфетке мен фантиктер кесіп аламын. Фантиктер кесіп алу үшін тайшын аламыз. Немесе осындай гүл орайтын прозрачный упаковканы аламын. 60-та 60, осыны екіге бөлемін. Екіге бөлемін. Енді 4-ке бөлемін. 4-ке бөлгеннен кейін тағы да бөлемін. Одан кейін тағы да бөлеміз. Осы квадратикті тағы да 4-ке бөлеміз. Қазір жұқартып алайын. Майда осындай фантиктерге бөліп аламыз. Яғни упаковканы өте майда фантиктерге бөліп алып. Пока мыналар тұра тұрсын, барлығы керек емес точно білмеймін. Пока осыларды жасап көрейік. Көп алып болған сәттім. Осындай фантиктерге бөліп аламыз. Мынандай конфеттер қазір гүл жасайтын боламыз. Ол үшін бізге шпажка керек болады. Бұл шпажканың ұзындығы 25 см, бағасы 130 теңге тұрады. Бізге домалақ конфет керек. Негізінде мына шеті бізге кедергі жасайды. Осыны осылай орап алып, скотчпен жабыстырып тастаймыз. Скотчты көп жабыстырмаңыздар, себебі шпажка кірмей қалады. Бір шетіне ғана жабыстырам. Ортасы маған керек. Осы жерге енді шпажканы орнататын боламын. Кішкене қаттырақтығын қараңыздар. Кішкене басына дейін барсын, бірақ шығып кетпеу керек. Осылай орнатамын, құлап кетпеу үшін. Барлық конфетті осылай жинап шығамыз. Фантиктерді біз клеймен немесе скотчпен жасаймыз. Қазірге мындай жерге арнайы көрсетейін, көрінсін. Өйткені прозрачный қағаз болғандықтан көрінбей қалады. Осылай қайырамыз, осылай қайырамыз и артқа қайырамыз. Осындай бізде фантик шығады. Осылай қатты қыспаймыз, кішкене пышный болып тұру керек. Осылай шпажкаға орнататын боламыз. Степлер керек. Степлермен қысамыз. Маған негізінде скотчпен жасаған ыңғайлы. Бірақ егер де скотч айналып кете береді десеңіздер, клеймен жасасаңыздар болады. Ыстық желіммен
осындай фантик жасаймыз. Қазір тағы да көрсетемін. Осындай ыстық желімді аламыз. Тағы да көрсетемін. Осындай қағаз, осыны осылай бүгеміз, алдыға және артқа қайтарамыз. Алдыға және артқа. Кішкене шетін степлермен жасаймыз. Шпажканы алып, осылай ыстық желіммен жабыстырып қойсаңыздар болады. Ол үшін ыстық желімді аламыз. Кішкене ғана тамызамыз. Кейін шпажканы осылай жабыстырамыз. Желім қатты қысып кетті. Қолым кеп қалды. Скотчтан аяқ. Кімге қалай ыңғайлы? Желіммен жұмыс жасаған ыңғайлы болса, желіммен жұмыс жасаймыз. Желім ыңғайсыз болса, қолмен жасаймыз. Осындай фантиктер жасаймыз. Ішіне желім тамыздым. Шпажканы жабыстырып тастадым. Осылай қайырамыз. Алдыға және артқа. Скотчтаймыз. Степлермен жасаймыз. Ыстық желімді жабыстырдық. Енді осылай тығамыз. Шпажкаға жабысып қалады. Жабысып қалды, алынбайды. Кішкене қисайып қалды, алайын десем алынбайды, уже жабысып қалды. Тағы да қайталап көрсетемін. Кубик қағаз. Осылай қайырамыз. Осылай қайырамыз алдыға қарай. Мына қабатын артқа қарай қайырамыз. И бір шетін, қақ ортасынан емес, бір шетінен ғана степлермен осылай жабыстырамыз. Енді кішкене шетін ашып, ыстық желіммен жабыстырамыз. Осылай. Біздің фантигіміз дайын болды. Осылай өте көп фантик жасаймыз. Біздің фантигіміз конфеттен 4 есе көп болу керек. Яғни бізде 30 конфет болса, бізде примерно 120 фантик болу керек. Ыстық желіммен жабыстырамыз. Жұмысы көп бұл букеттің, бірақ пайдасы жақсы және шығыны өте аз. Мінекей біз фантиктерді жинадық осылай. Фантиктерді толығымен жинап болдық. Осындай шоколадтарды толығымен жинадық. Енді букетті жинауды бастаймыз. Ол үшін бізге 2 сантиметрлік скотч керек. Дәл ортаңғы жағына қоямыз. Ортаңғы емес, қараңыздар. Расстояниясын қараңыздар. Үстіңгі жағына көптеу қалады, астыңғы жағына аздау қалады. Осы жерге скотчты орнатамыз. Бізде мынау ортасы, қақ ортасы. Енді мына фантикті алып, осылай 4 жеріне қоямыз. Гүлдің 4 жеріне жинайтын боламыз. Қараңыздар. Гүлдің 4 жағына осылай фантикті жинаймыз. Оң қолымызбен скотчты солға қарай айналдырып отырамыз. Оң қолымызбен скотчты солға қарай. Скотчты былай жинаған мүлдем неудобно. Осылай жинап отырамыз. Жаттап алыңыздар. Солға қарай осылай жинап отырамыз. Міндетті түрде букет жинаған кезде менің қолыма, менің жасап жатқаныма қарап отырып жинаңыздар. Себебі бұның өзі сіздерге қиын болады. Міне қараңыздар, астыңғы жағынан ұстаймын. Көп кісілер үстіңгі жағынан ұстап алады. Үстіңгі жағынан ұстау бұл қате. Үстіңгі жағынан ұстамаймыз букетті, астыңғы жағынан ұстаймыз. Үстіңгі жағынан ұстаған кезде сіз қысып букетті давить етіп тастайсыз. Мына жерде мейлі сухофрукты болсын, мейлі басқа заттар болсын, давить етіледі. Мінекей енді қазір камераға кішкене жақындатып көрсетейін. Қараңыздар, міне біздің бір гүліміз пайда болды. Енді ары қарай мен букетті өз аяғымен тұру үшін спираль тәрізді жинайтын болам. Яғни, міне қараңыздар, енді бізде келесі 4 жағы толғаннан кейін біз уже конфетті қоятын боламыз қайтадан. Қараңыздар, менің конфетім
міне әдейіге мен сіздерге көрсетейін астыңғы жағын. Сухофрукты жинағанда да, конфетті жинағанда да, мейлі ол клубника в шоколаде болсын, қайсысын жинасаңыздар да осы техникамен жинайсыздар. Қараңыздар, міне мынау біздің соңғы конфеттің аяғы осы 45 градусқа кішкене бұрылады. Барлығын осы рядпен жинап кете береміз. Келесісін қоямыз, 45 градусқа бұрамыз, келесісін қоямыз, 45 градусқа бұрамыз. Әр ненің өзінің аяғы болады. Міне аяғы 45 градусқа бұралады. Келесін осының қасына қоямыз, өзінің орны болады, орнына қойып кете береміз. Қараңыздар, қазір астынан ұстаймын, бас бармағымның көмегімен, мына бас бармағымның көмегімен тура скотчталған жерді қысамын, міне қысып тұрмын, и скотчты осылай бір рет жүргізе саламын. Болды. Міне болды. Бір рет жүргізу жеткілікті. Конфет бізде жеп жеңіл, арасына 2 рет жүргізіп отырсаңыздар да болады. Кейде конфеттер әдемі тұру үшін. Міне болды. Көрдіңіздер ғой. Енді келесі бізде бұл конфеттің қасына мен енді фантик қоямын. Міне қараңыздар. Қазір камераға кішкене жақын көрсетейін. Міне мына рядтың, мына ряд тұр ғой, міне осының тура қасына қоя қаламыз. Басқа ешқайда апарып қоймаймыз. Былай крестик қоймаймыз, былай қоймаймыз. Дәл осының қасына өзінің орны тұрады. Міне қараймыз, қолмен қазір көрсетейін. Міне мен бас бармағыммен басып тұрмын. Негізі астынан ұстаймын, бірақ сіздерге көріну үшін әдейіге осылай ұстап тұр. Міне, и скотчты бір айналдыра саламыз. Болды. Сосын скотчты былай ашып жинамаймыз. Ол бізге жинауға кедергі болады. Скотч айналады, қолымызда перчатка болғанда перчаткаға жабысады. Олай емес. Скотчты қатты ашпаймыз. Тек қана өзінің ырғағымен осылай жай ғана айналдырып отырамыз. Қысып тастаудың қажеті жоқ. Көп қыздардың байқаймын, қателіктер мына жағына ұстап алады да қатты қысады. Қысқан кезде жоғары жақтағы заттар, мейлі ол конфет болсын, мейлі сухофрукты болсын, шығып кете береді. Олай болмайды. Астынан ұстаймыз. Нәзік, қатты қысудың қажеті жоқ. Астында қысып тастаудың қажеті жоқ. Өзінің қысатын жері міне мына ортасы, скотч тұрған ортасы қысылады. Осы жерді ғана қатты басып ұстаймыз. Қалған жерді бос кәдімгідей гармониямен, өзінің ырғағымен жинап кете береміз. Мінекей дәл осылай ары қарай жинауды жалғастыра береміз. Қазір мен қайтадан орныма барып жинаймын. Букетті жинаған кезде бізге көбіне біздің ішіміз көрініп тұрмай сіздерге көмекке келеді. Осылай букетті тіреп қойып жинасаңыздар болады. Бұл енді конфет болғаннан кейін ол жеп жеңіл болып тұр. Ал негізінде сухофруктылар ауыр болады. Букеттің уже толып бастаған кезде ауыр болып кетеді. Сол кезде бізге мына ішіміз көмектеседі. Қараңыздар, мен жоғары жақты ұстап жатқан жоқпын. Астыңғы жақты ұстап жатырмын. Қазір бір 3-4-еуін, 5-6-ауын осылай көрсетейін жақсылап. Одан кейін тез жинайтын боламын. Көп қыздардың қателіктері үстінен ұстап алып, үстін қыса береді, сосын айтады, неге менің букетім шығып кете береді деп. Қыздар, үстін қыспаймыз. Букет шықпау үшін үстін қыспаймыз. Нәзік, бұл конфет, тем более нәзік, сондықтан конфетті жай ғана өзінің қарқынымен осылай скотчты нәзік ұстап жинап кете береміз. Тек қана мына жерді қысып тұрмын, көрдіңіздер ғой? Осылай скотчтап кете береміз. Бір конфет, бір фантик, бір конфет, бір фантик деп жинап жатырмын. Қазір осымен біздің әдемі домалақ пайда болады. Ары қарай уже бірінің үстіне бірін қойып жинап кете береміз.
букетіміз біздің дайын болып қалды. Енді осы букеттің шеттерін жауып шығуымыз керек. Ол үшін мен осындай упаковканың үлкен кубиктер жасаймын. Үлкен квадратиктер. Дәл сондай фантик жасаймын, бірақ 4 есе үлкен фантик. Степлерімізді қыстырамыз, шпажкаға орнатамыз. И скотчтап тастаймыз. Мінекей. Үлкен фантикпен жауып тастаймын, шеттері әдемі болу үшін. Негізі жасамасаңыздар да болады, жасасаңыздар да болады. Букетке кішкене әдемілік беру үшін. Осылай үлкен фантиктермен жауып тастаймын. Ең алдымен букеттің кескен кезде ортасын ойып тұрып кесеміз, ортасын жағын, шеттерін кеспейміз. Шетінде осындай бір қатты шығып тұрғандар ғана болса кесеміз. Негізінде ортасы. Секатормен көбіне ортасын кесеміз, ортасын ойып алып тастаймыз. Қазір артық тиіп тұрған жерлерін алып тастаймын. Мінекей букет өз аяғымен әп-әдемі болып тұра қалды. Екі қағаз керек, кәдімгі 60-60 екі қағаз. Осыны қақ ортасынан бөлеміз. Бізде букет кішкентай, яғни ұзындығы кішкентай болғандықтан дәл осылай қайырамыз, қараңыздар. Мынау тұрған қағазды осылай кішкене шетіне қайырамыз, кішкене шетіне ғана қайырамыз. Осылай қайырмаймыз, көп емес, кішкене ғана. Мінекей былай қайырамыз. Мынау жартылай тұру керек, мынау былай тұрмау керек, былай тұру керек. Мынаның үстіне жартылай тұру керек. Аламыз и қыстырамыз. Болды. Мінекей, тағы да дәл солай. Қараңыздар. Қағазды аламыз, қайырамыз, кішкене ғана, көп емес. И осылай қайырамыз. Дәл солай тағы да аламыз, кішкене ғана қайырамыз. И мінекей. Степлермен қыстырып алсаңыздар оңай жабысады. Енді букетті аламыз, дәл скотч тұрған жерде біз мынаны өзімізге қойып алып, букетті ішімізге қойып алып, өте қараймыз, бұлай беті емес, бұлай беті. Бұлай жабыстыратын боламыз. Кішкене 5 сантиметр шығады букеттен. Упаковка бұлай шығып кетпейді. 5 сантиметр шығады. Ары кетсе 5 сантиметр. Сонда букетіміз әдемі көрінеді. 5 сантиметр шығарып, қолымызбен реттеп жібереміз. И астын скотчтаймыз. Скотчтап тұрмыз. Қолмен ұстап тұрып, скотчтаймыз.
көп шықпайды букет, аз ғана шығады. И ары қарай кете бересіз. Келесіз. Дәл сол қалпында тек қана 5 сантиметр ғана шығарамыз. Бір деңгейде жинаймыз. Сыртын жинап жатқан кезде біреу былай қарап, біреу былай қарап тұрмау керек. Барлығын солға қараттыңызда, барлық упаковка солға қарап жиналады. Бір қағаз жетпей қалмасын. Әдемі букет болып шықты. Жай ғана конфеттен осындай әдемі букет шықты. Енді астындағы шпажкамен жабу керек. Скотчтардың барлығына именно скотчты мен көрсетпей жауып тастауым керек. Яғни олар көрінбеу керек. Ол үшін мен скотчты жабысқақ жағын теріс айналдырып ораймын. Теріс айналдырып орадым. Осылай дәл қоямын. Қойғаннан кейін екі шетін жауып, букетімді осылай жауып тастаймын. Яғни скотчталған, шпажка болған жерлердің барлығы үйде көрінбеу керек. Барлық жер жабылу керек. Жут деген мынау жіп, осы жіпті алып байлаймын. Одан кейін мынандай лентаны аламыз, розовый лентаны. Осыны гүлдеп байлаймыз. Бантик жасауды сіздерге көрсетемін. Бантик жасау үшін ең алдымен осындай кішкентай кусок лентаны алып аламыз. Алғаннан кейін мына екі қолды осылай қоямыз. Лентаның оң жағын дәл осылай қолымызбен өткіземіз. Мынау жалтырақ жағы, бұл жағын жаңа бір бабочканың бір қанаты десек, екінші қанатын дәл осылай қайтарып жинаймыз. Одан кейін екі аяқ сияқты ішіне кіргізіп жібереміз. Ішіне кіргізіп жіберіп, байлай саламыз. Байлап, осылай тартып жібереміз. Мінекей бізде бантик шықты. Осы бантикті қазір букетке жабыстыратын боламыз. Түгін кесіп тастайсыздар. Ыстық желіммен жабыстырып, қазір әдемілеп жабыстырамыз. Мінекей. Осылай букетке жабыстырдық. Бантик не обязательно, просто сіздерге для оформления өздеріңіз білесіздер. Жабыстыруға да болады, жабыстырмауға да болады. Просто барлық мүмкіндікті сіздерге көрсетіп жатырмын. Мінекей, мына жерде кішкене бантигіміз көрініп тұрсын. Міне осындай әдемі конфеттен, жай ғана конфеттен жасалынған букет. Үйдегі бар, қолдағы бар дүниемен осындай әдемі букет шығаруға болады. Букеттің шығыны примерно 2000 теңгедей болады. Сатылу бағасы 5000-нан 7000-ға дейін. Бұл жерде бұдан да кішкентай букет жасауға болады, 1000 теңге расходы болады. Немесе осындай үлкен букет жасасаңыздар, расходы примерно 2000 теңгедей болады.